әкеліктің жалпы менің көзқарасым бойынша, мысалы, ол балабақшасы бар, мектебі бар, колледж, университет, докторантура кете береді да. Мен бірден университетке түсіп кеттім. Өйткені 11-13 жасар балаларға бірден әке болу, ана базасыз, фундаментсіз мен үшін қиын болды. Шынымен өте қатты. Өзің 25-тесің. Енді ойлашы. 25-темін сөйтіп. 30-да да емес. Сөйтіп, бірден емес, басында олар аға деді, абай аға деді. Басында Жанелге олар бірден айтыпты. Егер де сен тағы да тұрмыс құратын болсаң, біз әке деп айтпаймыз. Біз аға дерміз, атына атармыз деп. Бірақ Алланың қалауымен қалай барлық болып кетті. Бір араға 3 ай салып, ең бірінші Альфия айтты. Әке деп. Ол сәт енді ешқашан көз алдымнан кетпейді. Дача бар. Сол дачада погребтен бір нәрселерді алып шығып жатырмыз. Сөйтіп сол кезде екеуміз болып қалдық та астында. Әңгімеден әңгіме сөйлесіп тұрмыз бір кезде. Пап, можете мне скинуть баланс дейді. Мен бір нәрсені көтеріп аттым. Да, конечно. Тағы да қалай дедім да? Как ты меня назвала? Пап дейді да, көзінен жас шығады да сол кезде. Сол кезде түсінгенім қаншалықты оған да оңай емес. Бұл әкенің рөлі, мысалы қазір Олжекең түсіріп жатқан фильмде міндетті түрде соны көре аламыз деп ойлаймын.